Когда мамаң тас қасырында өмір сүрген? Мен болдым ше, мама. Біздің кезімізде қатқан нан жейтін ек біздер. Жұмсақ кезінде жеп қоймапсыздар да, Біздің кезімізде 7 километр жерден су тасып жейтін ек. О, қаяқта тұрғасы да негіз, мама. Ойбай, секіртке жүр, мама. Ой, біз кезінде аюдың қасында ұйықтайтын едік қой. Орманда тұрғастар ма? Мен сәл кір болып қапсы киімді ауыстырам ше, мама, мен. Ой, біздің кезімізде 9 жыл киетін ек қой бір киімді. Тақыр кедей боласыздар ма, мама? Мама, карным ашса, сәл жұмыртқа жеймін ше. Не жейсің? 4 жейтін шығармын. Ой, біздің кезімізде 4 бір апта жейтін ек қой. Бір апта. Негізі ана әке шешеңіз сіздің үйде бар екеніңізді білген ба? Қалай тірі шыққасыздар? Сәл демал боламын, мама. Біздің кезімізде бір жастыққа 8 адам жататын ек қой. Бір жастық 8 адам. Детдомға қашып кете салмаздар, мама. Сояқ дұрыс сияқты ғой. Мен айтпақшы үйдің ортаншы қызымын ғой. Бәсе, сондай бірдеңесі бар ғой. Айтпаса қарайтын еді ғой үйдегілер. Сен үйдің яғыма, сен де үйдің ортаншысың ғой. Мен зато үйдің ортаншы болсам да. Зато